шынымды айтайын ба, қазақша дубляж «Өрмекші адам жаңа күн» фильмінде өте әдемі естілді. Маған не болып кетті өзі? Сағынып қалдың ба мені? Осындай үлкен премьералардың қазақша шығатынын білген кезде мен әрине үлкен толғанысты болдым. Бұл must have өз тілімізде өту керек. Балаларыңыздан сұраңызшы, өрмекші адам кім? Әр бала айтады, өрмекші адам менің досым, ол қаһарман. Мен дыбыстаған кейіпкердің қасиеті шыны керек, дыбыстай отырып, ол кейіпкерден алар нәрсе өте көп болды. Шыны керек, мен біраз уайымдадым, бұл қолымнан келе ме екен. Сонда жаман жағын басып, жақсы жағын ап қалдыңыз ба? Табиғаттың қайтысы, жақсы жаманын кім білсін? Автордың, режиссердің берген ойларын бұзбай, сөйте тұра қазақ тілден жеткізу, мінекей осындай үлкен мақсаттар болды. Тітіркеніп, сондай керемет эмоция алып, мен жыладым шын мәнінде. Әр адам, әр әлемнен бұл фильмді «Өрмекші адамды» күтеді. «Өрмекші адам жаңа күн» фильм бір сөзбен айтатын болсақ, адалдық. Анандай салкер емеспін, айтып қойын. Аздап бар енді. Атымам Джей. Таныс емес пе едіңдер? Бұл киноны біздің көрермен міндетті түрде қазақша көру керек. Осы фильмді өзіміз түсірмесек те, қазақша шығару үшін сол түсірілім тобының бір бөлігі болғандай болдық. «Өрмекші адам жаңа күн» Бұл өте керемет. Қазақ дубляжына деген жаңа әлемге саяхаттайсың. Барлық кинотеатрларда 6 тамыздан бастап. Өрмекші адамның жаңа күнін бірге тамашалайық. Өрмекші адам жаңа күн. 6 тамыздан бастап кинода премиалды форматта көріңіздер.